Сәлем достар, 11-де 8 есепті қарастырайық. Бізде параметрі бар теңдеуді шешеміз, яғни әріпі бар онда. Демек бізде x-тің 4 дәрежесі x квадрат. Демек бізде x квадрат тең t деп жаңа айнымалыны енгізіп аламыз. Сонда бізде t квадрат минус жақшаның ішінде a квадрат қосылған 9, x квадраттың орнына t қоямыз, қосылған 9a квадрат тең 0 деген квадрат теңдеуіміз шығады. Осыдан дискриминант тауып алайық. Бізде v-ның орнында a квадрат плюс 9 тұр. Минус 4 көбейтілген 1 көбейтілген с-ның орнында 9a квадрат тұр. Бізде a квадрат қосылған 9 сыртында квадраты қысқаша көбейту формуласына келтіреміз. Сонда екі өрнектің қосындысының квадраты a-ның 4 дәрежесі қосылған 18a квадрат қосылған 9-ның квадраты 81-ді береді. Енді сандарды көбейтсек минус 36a квадрат шығады. a-ның 4 дәрежесін жазамыз. Бізде a квадраттар ұқсас бар. 18-ден 36-ны алсақ минус 18a квадратымыз шығады. Қосылған 81. Дискриминант тауып алайық. Сонда бізде қысқаша көбейту формуласына қайтадан салуға болады. Сонда a квадрат минус 9-дың квадраты. Сонда a квадрат минус 9-дың өзі шығады. Квадратпен түбір жойылады. Енді t1-ді тауып алсақ, бізде a квадрат қосылған 9 v-ның орнына барып түседі. Бізде қосылған дискриминанттың орнына a квадрат минус 9-ды жазып аламыз. Бізде минус 9 мен плюс 9 0-ді береді. Сонда 2a квадрат алымына бөліміне 2 түседі. Сонда бізде жауабы a квадрат болады. t2-ні тауып алайық. a квадрат қосылған 9. Бұл жолы минусын аламыз. Минусын алғанда таңбалар өзгереді. Демек жақшаға алып жазамыз дискриминантымызды. Енді жақшаны ашып алайық. a квадрат қосылған 9 минус a квадрат минус 9 плюс 9 болып келеді. Демек бізде a квадрат пен a квадрат жойылады. Таңбалар әртүрлі. 9-ға 9 қоссақ 18. Оны 2-ге бөлсек 9 шығады. Енді x квадрат тең t-ның орнына апарып қояйық. Сонда біріншісінде x квадрат тең a квадратқа. Сонда жауабы x тең плюс минус a-ға. Екінші төрімізді теңестірсек 9. Сонда x тең плюс минус 3-ке. Жауабымыз бізде түбірдің плюс минус a плюс минус 3 болады. Екінші теңдеуімізде x квадрат тең t деп жаңа айнымалыны енгізіп аламыз. Сонда t квадрат минус 9a квадрат қосылған 4 жақшаның ішінде қалады. X квадраттың орнына t-ны қоямыз. Қосылған 36a квадратты жазып аламыз. Енді дискриминантын тауып алайық. v-ның орнында 9a квадрат плюс 4 тұр. Демек осыны квадраттаймыз. Ары қарай минус 4 көбейтілген 1 көбейтілген с-ның орнына 36a квадратты жазып аламыз. Қысқаша көбейту формуласына келтірейік. 81a 4 дәрежесі қосылған 72a квадрат болады. Қосылған 4-тің квадраты 16-ны береді. Минус сандарды көбейтсек 144a квадрат болады. 81a-ның 4 дәрежесін жазып аламыз. a квадраттар ұқсас бар. 72-ден 144-ті азайтсақ минус 72a квадрат қалады. Қосылған 16-ны өзін жазып аламыз. Так, бізде енді түр астында d-ны тапсақ, бізде
Қысқаша көбейту формуласының екі мүшесіне келтіреміз. Сонда 9а квадрат минус 4 квадраты квадрат пен 4 жойылып, 9а квадрат минус 4-тің өзін береді. Төрден шығарып алдық, енді Т1-ді тауып алайық. В-ның орнына 9а квадрат плюс 4 аламыз. Бірінші дискриминанттың плюсын алайық, сонда 9а квадрат минус 4 түседі. Минус 4 пен 4 нөлді береді, сонда 18а квадрат қалады алымында, бөлімінде 2. 18-ді 2 бөлсек 9а квадратты жазып аламыз. Т2-ні тауып алайық. Бұл жолы бізде минусын аламыз. Және айтып өткенімдей, минусын алғанда жақшаға аламыз. Себебі таңбалар жақшаны ашқанда өзгереді. Ондай болса жақшаны ашып алайық. 9а квадрат плюс 4-тің өзін жазып аламыз. Минус 9а квадрат болып шығады. Минус 4-міз плюс 4 болып шығады. А квадраттар жойылып 0-ді береді. Сонда 4 екеуі қосылса 8 бөлім 2. 8-ді 2 бөлсек 4 шығады. Енді бастапқы айнымалыға апарып қояйық Т-ның орнына. 9а квадратты қоямыз. Бізде x квадрат тең 3а квадраты, сонда x тең плюс минус 3а деп алуымызға болады. X квадрат екінші төріміз бізде 4. Сонда x квадрат тең, бізде 2-ның квадрат деп алуға болады. X тең, сонда плюс минус 2 деп алуымызға болады. Сонда жауабы бізде плюс минус 3а плюс минус 2 түрі болады.